Тапсырма балалар, бүгін 2-ші сынып 66-шы тақырып, сабақтың тақырыбы көп бұрыштың түрлері, шаршының және тіктөртбұрыштың қасиеттері. Бірінші тапсырма, бұрыш түрлерін анықта. Бізде бұл жерде бірінші суретте доғал бұрыштар көрсетілген, екіншіде сүйір бұрыш, үшіншіде тік бұрыш және төртіншіде тік бұрыштарымыз көрсетілген. Екінші тапсырма, барлық бұрыштары тік болатын төрт бұрыштарды тап. Тік болатын бірінші, екінші және төртінші сызбаларымыз. Келесі тапсырма, сырым тіктөртбұрышты жиектеме дайындады. Оның інісі пішінін өзгертті. Енді тапсырма, жиектеменің қабырғаларының ұзындығы өзгеріссіз қалды. Сонда не өзгерді? Енді жиектеме тіктөртбұрыш пішінді деп неге айтуға болмайды? Енді бұл жерде тік бұрыш болып тұр бастағы сызбамыз. Келесіде біздің тіктөртбұрышымыз доғал және сүйір бұрыштарға айналды. Мына бұрышымыз доғал, мына бұрышымыз сүйір. Осыған қарама-қарсы бұрышымыз сүйір және доғалға қарама-қарсы бұрышымыз доғал. Келесі тапсырма, сөйлемдерді аяқта. Тіктөртбұрыштың барлық қабырғалары тік бұрыш болып келеді. Тіктөртбұрыштың барлық қабырғалары тік бұрыш. Тіктөртбұрыштың барлық қарама-қарсы қабырғалары тең болып келеді. Шаршының барлық қабырғалары тең болып келеді. Ені бірдей тіктөртбұрыштарды ата. Ені дегеніміз мынау екеуі бірдей болады. Келесі тапсырма, ұзындығы бірдей тіктөртбұрыштарды ата. Ұзындығы дегеніміз ұзын жағы. Бұл екеуі бірдей. Келесі тапсырма, геометриялық фигуралардың әрқайсысын іріктеуіш мәшинеден өткіз, әр әріпке қай фигура сәйкес келетінін анықта. Енді бұл жерде біз бірінші қабырғалары тақсан, екінші қабырғалары жұпсан. Енді бізге бірінші үш қабырғасы бар, тік бұрыштары жоқ. Бірінші тік бұрышы бар. Жоқ, мынада 3 болады, мынада бірінші болады. Келесі 5 қабырғасы бар. 5 қабырғасы бар. Екінші 7 қабырғасы бар. Жетінші, келесі 4 тік бұрышы бар. Барлық қабырғасы тең. Бесінші сызба, қарама-қарсы қабырғалары тең. 9-шы сызба, келесі 4 қабырғасы бар. 4-ші сызба, келесіде 6 қабырғасы бар. Мына жерде 8-ші сызба, 8 қабырғасы бар. Бұл жерде 6-шы сызба, қабырғаларының санына қарай бөліп отырады екенбіз. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Сау болыңыздар, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.